Балаға үлгі болудың ең жақсы жолы бірге кітап оқу. Әрбір оқылған бет жаңа әлемге ашылған есік. Ал отбасыңызбен бірге сол әлемге сапар шегу ең керемет сәт. Дәрі шөп кереді, ыдысын толтырады да кері қайтады. Орта жолда қатты дауыл соғып, адасып кетеді. Қайда барарын білмеген ол топ шеңгелдің түбін пайналайды. Кітап оқу ол адамның ой-өрісін дамытады және де ойлау қабілетін арттырады. Сондықтан біздер балаларымызды кітап оқуға қызығушылықтарын ояту мақсатында, баулу мақсатында арнайы уақыт бөліп отбасымызбен кітап оқимыз. Баланың бойына адами қасиеттерін тарту үшін, кішіпейіл, мейірімді болу үшін, қоршаған орта, әлеуметтік ортамен еркін қарым-қатынас жасай алу үшін әртүрлі бағыттағы кітаптарды алып талқылаймыз. Баланың кітап оқуына, ой-өрісінің жүйрік болуына көп әсерін тигізеді. Сонымен қатар баланың қазақ ертегілерін оқуы ол баланың бойында ар мен намыс, жігердің жоғары болуын қалыптастырады. Бүгінгі Тахирдің оқыған кітабы бұл Дәнеш ағайдың ертегілер кітап жинағы. Оқыған кітабы Дәнеш ағайдың ертегілер кітабы. Соның ішінде Ана, Олжа, Арсынағы, Бала мен Жолбарыс, Адалдық тағы да басқа әңгімелер бар. Соның ішіндегі адалдықта өз біреудің затын алмау керек екен, өз сөзіне тұру керек екенін, адалдық болу керек екенін, аманатқа қиянат болмау керек екенін айтылған. Барлық балаларға оқуға кеңес беремін. Бала үшін ата-анасының қасында отырып ертегі тыңдау тек қана көңіл көтеру ғана емес. Бұл махаббат, қамқорлық және шабыт. Кітап сыйлық, ал сол сыйлықты бірге оқу баға жетпес байлық болып табылады. Осындай сәттерде бала жүрегінде сенім пайда болады. Бұл өзін қажет екенін, сүйікті екенін сезінеді. Кітап оқу тек білім емес, ол өмірге көзқарас, арман мен мақсат бастауы.